Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге PowerPoint бағдарламасының керемет бір мүмкіндіктерімен таныстырамын. Портфолио жасағанда сертификаттар, дипломдар немесе фотосуреттер креативті немесе ерекше бір әдіспен шығару жолымен таныстырамын. Ол үшін сіздер өзіңіздің компьютеріңізден PowerPoint бағдарламасын іске қосасыздар. Іске қосқаннан кейін біздерде осы бағдарламаның жұмыс алаңы іске қосылады. Енді жұмыс жасамастан бұрын біз конструктор бөліміне барып, өзіміздің ұнаған фонды алып келсек болады. Немесе интернеттен жүктеп алсаңыз болады фонды. Енді бұл жерге портфолио жасасаңыз, кез келген сертификаттарыңызды, дипломдарыңызды немесе фотосуреттерді қойсаңыз болады. Енді алдын ала сақталған папкаме барып, өзіміздің сертификаттарымызды көшіріп алып келеміз. Енді бұл сертификаттардың барлығын бірдей көшіру үшін мышканың көмегімен барлығын белгілеп алып, мышканың оң жағын басып, копировать деп PowerPoint бағдарламасына барып вставить етеміз. Мінекей келді. Енді бұл сертификаттар үлкен. Сертификаттарды кішірейту үшін үстіне басқан кезде осындай төрт жағында рамка шығады. Шетіне барсақ, осындай белгі шығады. Белгіні мышканың көмегімен осылай сертификаттарымыздың барлығын кішірейтіп шықсақ болады. Мінекей. Мышканың көмегімен барлық сертификаттарды осылай кішірейтіп шығамыз. Мінекей. Егер үлкен болса, бұдан да кішірейтіп осылай алып келуге болады. Мінекей, мен бұл жерде 7 сертификаттар бар. Осы 7 сертификатты бірінен кейін бірі осылай әдемілеп қойып шығамын. Енді бұл жерде шеті бұлай әдемі болып көрініп тұру керек. Сонда бізде креативті әдемі бір жиынтық шығады қазір. Мінекей, осылай әдемі етіп сертификаттарды осылай алып келсеңіз болады. Енді осы сертификаттардың сыртына жаңағы эффектті қою үшін қисайтып қоюға болады, немесе басқада мүмкіндіктері бар. Ол үшін біз сертификаттың үстіне барған кезде жоғары жақта формат деген сөз шығады. Форматқа барған кезде эффекты для рисунка деген бар. Соны басасыз, басқаннан кейін мінекей поворот объемной фигуры деген бар. Осы жерде өзіңізге ұнаған бір фигураны таңдап алсаңыз болады. Мінекей. Сертификаттың үстіне басам, басқаннан кейін міне поворот объемный фигураға барып, мен мына жерде контрастная справа деген бар, соны таңдадым. Мінекей, барлық сертификаттарымызды осылай таңдап шығамыз. Кішкене әдемі көріну үшін. Мінекей. Барлығын осылай таңдап шығасыз жеке-жеке. Мінекей, бізде ерекше әдемі осылай сертификаттарымыз шықты. Енді осы бетшемізді көшіріп алып келіп астына қоямыз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, копировать деп астына алып келіп вставить етесіз. Енді бұл жерде сіздерге қазір 2 мүмкіндікті көрсетемін. Өзіңізге ұнаған мүмкіндікті таңдап жұмыс жасасаңыз болады. Енді мына сертификатым жаңағы үлкейіп көріну үшін ең басында мінекей үлкейтіп мына сертификаттың бетіне қоятын боламыз. Мінекей жұмысты көрсеткен кезде міне бірінші сертификатымыз осылай үлкен болып шығады. Енді қазір сіздерге айтып кететін 2 жаңағы мүмкіндік. Осыны копировать етіп алып келемін де астына вставить етемін. Осы жұмысыма, екінші жұмысқа барамын. Барғаннан кейін осы сертификатты кішірейтіп алып келіп, мінекей қараңыздар, мұқият кішірейтіп алып келемін. Алып келгеннен кейін мышканың оң жағын басып, на задний план деп бассаңыз болады. Задний планға басқан кезде мінекей сертификаттардың артына түсіп отырады. Немесе жаңағы сертификатымызды кетіріп тастасақ болады. Енді екінші сертификатымыз шығу керек, үлкен болып экранда. Мінекей артындағы сертификаттар осылай көрініп тұру керек.
мінекей әдемі болып осы сертификатым шығады. Енді осы бетті көшіріп алып келіп астына тағы да вставить етемін. Мінекей мынаны кетіріп тастаймын. Енді үшінші сертификатым шығады үлкен болып. Мінекей артындағы сертификаттар осылай көрініп тұру керек. Енді осы бетті көшіріп алып келіп астына тағы да вставить етіп қоятын боламыз. Мынаны кетіріп тастаймын. Мына сертификатты осылай үлкен етіп алып келемін. Енді бұл жерде артындағы сертификаттар көрініп тұру керек. Креативті әдемі болу үшін. Мінекей алып келдім. Мынаны кетіріп тастаймын. Мына сертификатымды үлкен қылып келемін. Мінекей. Енді осыны көшіріп алып келемін. Неше сертификат болса, сонша рет көшіріп алып келсеңіз болады. Мінекей. Мышканың көмегімен созып осылай үлкен етіп қоямын. Бұл жерде эффект таңдамасаңыздар да болады. Эффект таңдамасаңыз, жаңағы беті бері қарап тұрады. Полный. Мінекей. Осыны көшіріп алып келемін. Мына жерге вставить етіп қоямын да. Кетіріп тастап. Ең соңғы сертификатты осылай қоямын. Мінекей. Енді осы сертификаттар әдемі болып шығу үшін, эффективно переходпен шығу үшін біз переходқа барамыз. Барғаннан кейін жоғар жағында мына жерде трансформация деген бар. Осыны басасыздар. Бұл трансформация деген PowerPoint 2019 версиясында болу керек. Мінекей басам, трансформация дегенді, содан кейін мына жақта жоғар жағында применить ко всем деген бар. Барлық слайдқа қойылу керек. Осыны басамын. Мінекей енді жаңағы жасалған жұмысымызды көреміз. Ол үшін слайд шоуға барамын. Сначала дегенді басамын. Мінекей жаңағы жасалған жұмысымызды көреміз. Мінекей. Екінші сертификат. 3. Осылай эффективный болып шығады. Креативный. Кез келген жұмысыңызды, кез келген фотоларды осылай шығаруға болады. Немесе сабақтарыңызда да қолдансаңыздар болады. Менің видеом ұнаса, менімен бірге жасап көріңіздер. Маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісіңіздер.